Батыр Қонтайшының күш алып, енді Ресейге елшілік салуы, Қытай мен Ымыраға келуі, құрылтай жаңалықтары бірінен соң бірі Түркістан сарайына естіліп жатты. Бірақ мұндағы биліктің әлсіздігінен, ойраттардан төнетін қауіпті әлі де болса сезінуге мүмкіндік бермеді. Бар әңгіме тақ төңірегінде болып, төрелердің жеке билігі салтанат құрды. Оларға Жәңгір сұлтанның тұтқындалу да айтарлықтай әсер етпеген сияқты. Екінші Жәнібек хан бауырын жауға беріп отырмады. Араға елші салып, келіссөздердің нәтижесінде немесе Күнделен Тайшының көмегімен Жәңгір сұлтанның Жоңғария тұтқынынан босап шықты. Елге келе салысымен өз көзімен көрген әскерді, билікке келген нояндардың өзара уағдасын, бұл бұрынғы ойрат емес, әлде қайда әскери қабілетке ие держава екенін сендіріп бақты. Ойрат ордасында көрген сұмдық даярлық Жәңгірді ғана тебіренте алса керек. Сарайдағы сұлтандар мен оның бұл жан шошырлық сөздерінен сескене қоймады. Жәңгір ендігі көмекті іштен емес сырттан іздеуге кірісті. Бұл уақыттары қырғыздар Қазақ хандығының автономиясы болатын. Қырғыздың Тиес атты бас биі ханға тікелей бағынды. Ол кісі де қауіптің таяп қалғанын сезді. Екінші кезекте Шығыс Түркістан тараптағы Моғолия әміршілерімен Ымыраға келу керек еді. Осы кезге дейін Жәңгір сұлтанның әкесі Есім, ағасы Тәуекел хандар Шығыс Түркістанды ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстап келген еді. Енді билікке таласудың реті жоқ, күш біріктіру керек. Сонымен қатар Самарқанның билігінде Жалаңтөс Баһадүрмен келісімге келудің де сәті түсті. Енді Жалаңтөстің өмірінен сәл тоқталып өтсек болады. Жазушы Әбіш Кекілбайұлы былай деген болатын: алшын ішінде әлімнен, әлім ішінде төрт қарадан, төрт қараның қарашы, қараштың Сейітқұлы. Сейітқұл болғанда кәдімгі әз Тәукенің төртінші атасы атақты Қасым хан өлген соң біраз уақыт қазақ билігін қолына алған Шығай Жәдікұлы 1581 жылы Күллім ұлысымен Сырдарияның сағасындағы қонысын тастап Самарқанның теріскейіндегі Нұрата тауына көшкенде қасына төрт қара Сейітқұл дегенді ерте кетпейтін бе еді. Сол Сейітқұлдың дәл өзі. Бұл Әбіш Кекілбайұлының Жалаңтөс өмірінен жазған тарихы болатын. Әрине екі жақта алмақтың да салмағының бар екенін жақсы түсінді. Бұхар әмірі Мәуелі жемістің саясында жатып, сонау Жетісудан жылжи қоймаған жау Алатаудан өтем дегенше әлі уақыт бар деп есептеді. Алайда Жалаңтөстің қазақтың ұланы екені әрі жаудың күшін бағамдай білетін қолбасшының бұл тартпас дәлелдерінен жоңғарларға қарсы үлкен коалиция құрылды. Бұл түбі бір түрік жұртының одағы болатын. Осы тұста айдауда жүрген Жиембет жырау елге оралды. Арып ашып әбден жүдеген батырды елі құшақ жайып қарсы алды. Бұл одақтың бекемдігіне, күні ертең ыдырап кетпейтіндігіне ешкімнің көзі жетпеді. Бірақ алғашқы қадам жасалды. Түгел дерлік көшпенді ойрат моңғолдың басын біріктірген Батыр Қонтайшы үшін мұндай әлсіз коалицияға төтеп беру аса қиынға соқпайтындай көрінді. Сонымен толғағы келген айтулы соғыстың уақыты да таяп келді. 50 мың әскер жасақтаған Батыр Қонтайшы Қазақ қаласына қарай жорыққа аттанды. Қонтайшының әскеріне Күнделен Тайшы қосылмады. Осы үшін ол батырдан қуғын көріп тибет асты, себебі Жәңгір хан Күнделеннің күйеу баласы болатын. Күнделен Тайшы өзінің сүйікті қызы Бануды Жәңгір сұлтанға қосқан болатын. Ал кейінірек дүниеге келген Тәуке хан осы Күнделен Тайшының немересі болатын. Сонымен жоңғар әскері жақындап қалды дегенде ести сала Жәңгір сұлтан жер-жерге шабарман жіберіп әскер жинақтамақ болды. Алайда уақыт тым аз еді. Осы кезде Жәңгір сұлтанның ағасы тақта отырған екінші Жәнібек хан дүниеден өтті. Түркістанның тағы бос қалды. Ал Жәңгірдің нақты хан деген лауазымының болмауы да істі одан әрі қиындата түсті.
Батыр Қонтайшының басқа емес дәл осы уақытты таңдап жорыққа шығу Түркістан сарайындағы дүрбелеңді пайдаланып қалудан туындаған саясат болатын. Жер қайысқан қолға төтеп берерлік әскерді лезде табу үшін дүрліккен орданың мүмкіндігі болмады. Бірақ дәл осындай боларын жоңғар тұтқынында жатқан жылдары білген ол 600 атарманын ертіп, дамылдамастан Жетісуға жүріп кетті. Оның қол астында Жиембет, Қостоқты, Сүлеймен Мерген, Қарасай батырлар болды. Олардың әрқайсысы 100 әскерге татитын сен тұр, мен атайын батырлар еді. Айдаудан оралған Жиембет кек сақтамай Жәңгірге көмекке ұмтылды. Батырлардың ішінде жасы егдесі де осы Жиембет болатын. Жәңгір сұлтан өзі Жетісуға аттанып бара жатқанда уәделескендей Самарқандағы Жалаңтөс Баһадүрге, қырғыздардағы киіз билерге хабаршы жіберді. Кезінде Ойрат пен қазақтың тектілері Қарахан патшаның тұсында арамызды шаһар байласын, шаһар байламасы заһар шайнасын деп анттасқан екен. Жәңгірге Мәруан Ахрабиден Орбұлақ тектілердің ат тізгінін тартып тоқтаған тәтті жер еді. Ойраттар анттан аттады. Орбұлақтың бойында улы жебемен қарсы алыңдар. Бұл жерге қылыш көтеріп келгендер өз қанына өзі тұншығады деген сәлемдеме жібереді. Сүлеймен Мергеннің 80 мергені Қостоқты батырдың сарбаздары мен улы түтінін дайындаушылар алдын ала таудың жар қабағына жасырынып тұзақ құрды. Бұл соғыс өзгелеріне қарағанда тактикалық қимылдары жағынан басқаларынан ерекшеленген болатын. Осы соғыстың кезінде Жәңгір алғаш рет окоп қазуды қолданды. Сасық Текенің сәтті маусымына тап келген жау алғашында осы улы түтінге, артынша улы жебеге ұрынды. Ең ақырында төбеден домалатылған қойтастарға, содан соң суылдай ұшқан жебеге, ең ақыры Сүлеймен Мергеннің 80 мергенінің мылтығынан ажал құшты. Азан-қазан болған жау әскеріне Жәңгірдің тасада тұрған әскері лап қойды. Бұл бірінші соғыс болатын. Батыр Қонтайшы әскеріне кері шегінуге бұйрық бергенше қаншама Ойрат сол жерде ажал құшты. Енді қазақтардың қулығын, олардың саны анағұрлым аз екенін байқап қалған Батыр Қонтайшы екінші шайқасқа әзірлене бастады. Майдан даласы етіп, жазық жерді таңдауға тура келді. Себебі мұнша аз топтың қанша мың әскерді жайратып салу расында Қонтайшы үшін масқара жеңіліс болатын. Екінші шайқаста сөзсіз жеңіске жететініне сенімді болған Батыр өз әскерін дайындады. Алайда Самарқаннан 20 мың әскермен Жалаңтөс Баһадүрде келіп жетті. Осы шайқаста жоңғарлар 10 мыңнан астам әскерінен айырылып, қаншамасы тұтқынға түсіп, тоз-тоз болған жоңғардың армиясы өз елдеріне қайтып оралды. Бұл жаңадан ғана құрылған жоңғар мемлекеті үшін нағыз катастрофа болатын. Ерліктің үлгісін көрсеткен қазақ бұқар әскерлері жеңістің тойын тойлады. Бұл оқиға хан сайланар алдында Жәңгір сұлтанға таптырмас репутация болды. Бұл оқиғадан кейін қазақ билігіне Жәңгір сұлтан келіп, Жәңгір хан атанды. Осы оқиғадан кейін көршілес Персия, Ауғанстан, Ресей мемлекеттері Жәңгір ханның ерлікке толы бұл жеңісінен хабардар болды. Енді Түркістанның сарайы Жәңгір ханның билігін мойындады. Жәңгір ханның 600 атарманы ұрыстың тағдырын шешкені енді елдің ішінде аңыз болып тарады. Бірақ бізге осы қарумен жабдықтау қалай жүзеге асқанын және олардың кімнің алғанын нақты түрде айтылмайды тарихта. Қалай дегенмен де бұл Тәуекел ханның заманында Мәскеуге барған елшіліктің Есім ханның әскери істегі үнемі алға жылжып отыруының заңды көрінісі екені анық. Құрметті халайық, бүгін біз сіздерге Жоңғарияның қазақ жеріне жасаған жорығының бетін қайтарған атақты Орбұлақ шайқасы туралы тарихты айттық. Бұл видеоны барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.